Сәлеметсіңдер мен балалар. Әліппе сабағымызды бастаймыз. Сендер дайынсыңдар ма? Өте жақсы. Қаламсаптарыңды, дәптерлеріңді, қарындаштарыңды дайындап қойдыңдар ма? Жақсы. Онда біз бүгінгі сабағымызды бастайық. Балалар, з әрпі және дыбысы. Сендер бұл әріппен таныстыңдар. Солай емес пе? З әрпінің бұл жазба түрі, яғни біз сағат тілімен жартылай сопақша етіп, екі рет сызып, және солға қарай қайырамыз. Өте жақсы. Балалар, з дыбысы бар сөздерді кәне есімізге түсірейікші. Қандай сөздерде з дыбысы бар? Зымыран, таза, тағы да қаз, тағы да балалар кәне. Өте көп сөздер бар ғой бізде, з әрпінен басылатын сөздер. Қозы, жақсы, жаз деген сөздерде з әрпі бар. З дыбысы сөздің басында, сөздің ортасында және сөздің соңында да кездесе береді. Балалар, енді з дыбысына байланысты тіл дамыту жаттығуымызды жасап көрейікші. Кәне, менен кейін қайталаймыз. За, менің қолым таза. Қайталаймыз. За, менің қолым таза. Өте жақсы. Балалар, енді з әрпімен буындарды жазып оқиық. Балалар, бұл буындар, сондықтан бірге жазамыз. Мысалы, з, а. За, з, е, зе, з, и, зи. Тағы да бар қандай дыбыс жазсақ болады, буын жазсақ болады. Мысалы, з, о, зо. Жақсы. Бұл буындар. Бірге оқиық. За, зе, зи, зо. Өте жақсы. Енді балалар, кәне буындарды жаздық, оқыдық. Енді сөздерді жазып оқиық. Балалар, мына бір суретте не көріп тұрмыз? Қараңдаршы. Дұрыс, бұл қазан. Қазан. Кәне бірінші жазайық, Бірінші біз қ әрпін жазамыз. Қа. Буындап жазамыз, балалар. Қа. Зан. Өте жақсы. Енді кәне оқиық. Қазан. Қазан. Өте жақсы. Келесі бізде бұл қып-қызыл пісіп тұрған не бізде, балалар? Дұрыс айтасыздар. Қызанақ. Кәне жазамыз. Қ, за, нақ. Балалар, мен буындап айтып жатырмын. Және жазып жатырмын, Біз буындап айту арқылы сөздерді қатесіз жазуды үйренеміз. Бұл жерде қазан деген сөзде де, қызанақ деген сөзде де з әрпі сөздің ортасында жазылып тұр. Солай емес пе? Жақсы. Енді келесі балалар. Бұл бізде қозы. Жазамыз. Қозы. Қозы. Балалар, сөз жазғанда әріптерді бір-бірімен қолдарын ұстатып қоямыз. Яғни, екінші әріпке не істейміз, балалар? Қолдарын созамыз. Өте жақсы. Енді кәне осы жазған сөздерімізді тағы да бір рет буынға бөлейік. Қазан. Қазан. Неше буын? 2 буын. Яғни қазан деген сөзде неше дауысты дыбыс бар екен? 2. Өте жақсы. Келесі қызанақ. Қызанақ. Неше буын бар? 3 буын бар. Яғни неше дауысты дыбыс бар деген сөз? 3. Келесі қозы. Қозы. Неше буын? 2 буын. Яғни 2 дауысты дыбыс бар. Өте жақсы. Балалар, біз сөйлем құрастырдық. Енді осы сөйлемдермен кәне біз сызбаны сызайық. Мысалы, қазанға тамақ пісті. Балалар, неше сөз бар? Кәне біз осыны сызба бойынша көрсетейік. Яғни бізде бірінші сөзіміз бас әріптен басталады. Қазанға тамақ пісті. Неше сызба сіздің, балалар? 3. Яғни қазанға тамақ пісті деген бізде сөйлемде соңында нүкте қоямыз. Неше сөз бар екен? 3 сөз бар. Жақсы. Ал мысалы
қара қазан десем, бірінші сөз бас әріппен басталады. Қара қазан. Яғни мен қазанның түсін айттым. Қара қазан. Неше сөз бар екен? 2 сөз бар. Жақсы. Келесі қызанақ. Тағы да сөйлемімізді қайталайық. Мысалы, қызанақ, қызыл. Тағы да не істедім балар? Қызанақтың түсін айттым. Қызанақ, қызыл. Бұл сөйлемде балар, соңында нүкте қоямыз. Неше сөз бар? 2 сөз бар. Ал қызанақ, мен қызанақ турадым. Иә, бұл жерде мен деген сөз бас әріппен жазылады. Қызанақ турадым. Нүкте қоямыз. Неше сөз бар екен балар? 3 сөз бар екен. Келесі балар бізде қозы. Қозы қайда? Бас әріппен басталады бірінші сөзіміз. Қозы қайда? Балар, мен не істедім? Сұрап жатырмын, не? Қозы қайда? Яғни біз сөйлемнің соңында қандай тыныс белгісін қоямыз? Дұрыс айтасыздар. Сұрақ белгісін қоямыз. Қозы қайда? 2 сөзден тұратын сөйлем екен. Енді тағы да мысалы, қоңыр қозы десек те болады, яғни түсін айттым. Бұл жерде 2 сөзден тұратын сөйлем. Тағы да балар, менің қозым бар. 3 сөзден тұратын сөйлем. Менің қозым бар. Сендер ауылға барғанда қозы көресіңдер ме? Бұл жерде мен сұрап тұрмын ба? Менің қозым бар. Жоқ, сұрап тұрған жоқпын. Мен жайған хабарлап сендерге айтып тұрмын. Сондықтан біз соңында нүкте қоямыз. Бұл жерде де 3 сөзден тұратын сөйлем екен. Жақсы. Енді балалар, сендерге тапсырма. Сендер з дыбысымен аяқталатын сөздерге сөйлем құрап жазыңдаршы. Мысалы, жаз, қаз деген сияқты сөздің соңында з дыбысы кездесетін сөздерді жазып, сөйлем құрастырып көріңдер. Бұл сендерге тапсырма. Жақсы балалар, бүгінгі біздің әліппе сабағымыз аяқталды. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.